Қайырлы күн, қымбатты менің командам, мен керемет. Қазір мен сіздерге посттарыңызды қай жерде жазып, инстаграмға салатын посттарыңызды қай жерде жазып, қай жерде оны сақтауға болатындығын көрсетейін. Телеграмда мынандай текст инстабот деген бот бар. Бұл кәдімгі не сияқты, чат кәдімгідей. Сол жерде сообщение деген жер тұрады. Мына сообщение деген жерге басасыз да, өзіңіздің текстіңізді тере бастайсыз. Болашақ постыңызды яғни тере бастайсыз. По смыслу жаңағы смайликтарыңызды қоясыз. Мынау боттың бір ыңғайлы жері, бұл сіздің текстіңізді абзацтарға бөледі. Мысалы, көріп те жүрген шығарсыз, инстаграмда текст тұрады, мынандай мысалға оқисыз, біреудің постын, мынандай текстіні, мен кеше жазған текстімді қараңдаршы. К этому времени, если бы не пандемия деп мен текст жаздым. Арасы бөлінген, абзац болып арасы бөлінген. Вот сол арасын осы жерде, осы ботта өте жақсы бөлуге болады. Яғни просто бүйтіп жаңағы бөлесіз де, ары қарай кете бересіз жазып. Мысалы, инстаграмның өзінде сіз осылай жазатын болсаңыз, ол бәрін бір-біріне жабыстырып тастайды. Абзацқа бөлмейді инстаграм. Мысалы, жазып жатсыз, текстіңізді. Хоп, қайтадан бөлдіңіз абзацқа, кетті, қайтадан жазып жатсыз. Енді әр бір предложение сайын бөлуге болмайды абзацқа. По теме, мағынасына қарай бөліп отырасыз, жазып отырасыз. Кейін осылай абзацқа мен сізге бөлуді кеңес беремін. Сосын рас, решетка и бүгінгі мысалға хэштегті қоямыз. Бүгін қандай хэштег бізге прокачкада? 2.06.07, по-моему, осындай. Сосын тағы да бір какой-нибудь не қойыңыз? Хэштег, мысалы, структура Сандуғаш Садыковой. Сосын тағы какой-нибудь өзіңіз үшін, енді оны өзіңіз білесіз ары қарай, қандай не қоясыз хэштег. Топ 1 қоям мен мысалға, топ 1 команда деп қоям. Солай қоя. Сосын ең керемет біз проект ең керемет деп қоям мен ылғи. Вот, өстіп мен дайындап қоям да текстімді, бүйтіп жіберем. Сол кезде екеу шығады, біреуін мен обычно удалять етіп тастаймын, екеу керек емес. Сол кезде мінеке көрдіңіздер ма? Уже көрініп тұр, міне. Жаңағы сіздің жазылған постыңыз өстіп сақтап қоясыз. Текст инстаботта тұра береді. Керек кезде кіресіз де, скопировать етіп аласыз да, инстаграмға кіресіз де, мысалы, қайырлы күн, қымбатты менің картинканы қоя салдыңыз или видеоны, и ары қарай жаңағы скопированный тексті вставить дейсіз, болды, мінекей. Шықты. Көрдіңіздер ма? Все, и поделицаға баса саласыз. Өте ыңғайлы. Бәріңізге іске сәт.